Достар, бұл видеода мен хардкор режимін ойнаймын. Хардкор ол өте қиын мир, яғни Майнкрафттағы ең қиын кезең. Ол кезеңде сен өзің ықпыңды жоғалтып өліп қалсаң, мир сол жерден жабылады. Бұл видеода мен ең алғаш рет хардкор ойнаған кезде мен соңына дейін өте алмай өліп қалдым. Яғни сонда да видео өте қызық болды. Соңына дейін қарап, лайктарыңызды басып, арнаға жазылып қойыңыздар. Ал енді видеомызды бастайық. Ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін бұл мен Нойл. Бүгін біздер деген Майнкрафтты әрмен қарай ойнаймыз, яғни Майнкрафт ойнауды жалғастырамыз. Бізде Майнкрафттан өте көп уақыт болды видео шықпағалы. Сол себепті міне сіздерге достар Майнкрафттан видео. Айтпақшы достар, келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. 2026 жыл бәрімізге зор бақыт әкелсін, аман болайық дегенде ғой. Короче достар, видеоны көп созбайық. Так, бізде Майнкрафт есесіне бізде достар менің жизніма қарасаңыздар, не байқап тұрсыздар, яғни бұл достар хардкор режим. Я достар, бұда біз яғни бір жерден секіріп, либо зомбилардан өліп қалсақ, яғни өлсек, и Майнкрафтта бұл мир жойылып кетеді. Қайта тірілу мүмкіншілік жоқ хардкорда. Бір рет өлдің ба, уже все, мир жабылып қалады. Сол себепті достар, видео қызық болады деген ойдамын. Видеоға лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ал енді біз видеомызды бастайық. Так достар, біздер выживать етуді бастайық. Бізде көріп тұрсаңыздар өте аз ағаш, яғни біздерде тек біреу екеу ғана берілген. Өйткені бізде достар бұл хардкор болғаннан кейін бұл өте қиын. Сол себепті видео қызық болады деп ойлаймын. Так, біздер осылай сындырып алайық. Негізі мен бұл ағашты емес достар, мен мына ағашты сындырайыншы, осы кішкентайлау екен. Қазір дәу ағаштан не істеп кетеді, короче, созылып кетеді. Лучше болсын сындырып аламыз. Так, достар, видеоға лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Өйткені мен видеоларымды, короче, без подписки көретіндер 98% достар. Ойлаңыздаршы, 98%. Жартысынан, жоқ, жартысынан көп адам без подписки көреді, короче. Сосын достар, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Так, мен былай сындырсам, егер саженец берем әлде бермейме? По идее, саженец бермейді бұл хардкорда. Әлде бере ма? Білмеймін о жағын. Так, біздер достар айтпақшы тамақ жинауымыз керек. Осындай біздерді шөптерді сындырып, семена алу керек. Ол мені біреу берді. Так, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, так, алтау. Все, осылар дегенсей. Алынбай қалдым. Мұны алынам өзі. Так, достар, біздер осы бір жерлерге үй соқсақ қалай болады? Так, осы жерлер ыңғайлы. Ойбай. Құлап кетіп тағы. Орқамайық, видео басталмайды. Так, мына ағашта сындырмайық. Ана жерде бізде тыква көріп тұрмын. Тыква да керек болады негізі. Өйткені тыквамен біздер тамақ пісіруге болады, по идее. Әлде болмайтын ба? Бір андай бәлік сияқты зат пісіруге болады, походу. Так, міне осы бір жерлерге соғайық достар, үйімізді тегістеген. Так, біздер мынандай тупты айырмастап алайық. Айтпақшы достар, біздер кирка жасап, тас жинауымыз керек. Так, кирка и потом палочка жасап алайық, палка. Так, енді мынаны неге қойып. Так, кирка. Айтпақшы достар, бұл новый сервер болғаннан кейін, яғни Майнкрафттың 1.21 версиясы болғаннан кейін, міне бізде осындай найза бар. Оны алдағы уақыттарда жасап, әрі тексеріп көреміз. Так, мына жерлер қазайға сары. Тас жинап аламыз астынан. Так, міне тас шықты. Біздер несілей тереңге кетпей қою керек. Өйткені біздер қазір қайтадан қазуымыз керек болады бұл жерде. Так, осылайынан. Біздер тас жасап алайық, короче. Кирканың камень түрін жасаймыз. Енді қазамыз. Так, мен осы тастармен жинап алайық. Біздер достар бірінші күннен бастап үй соқпасақ, аты түн болып кетсе, өзімізге қиын болып қалады негізі. Өйткені түнде зомбилар тіріледі, және де біздер жизнімізді азаяды. Түнде қиын болады не болса да. Өйткені бұл хардкор достар. Мен айтпақшы достар, мен хардкор режимді бірінші рет ойнаптым.
сол себепті сирей профессионал емеспін ше. Былай Майнкрафт ойнағандай, короче, выживанияға ойнай береміз. Но бірақ тез даму керек қой бұда. Сол кезде ғана тірі болуға болады. Достар, көреміз қанша күн өмір сүре алатынымызды. Сынамай ақ қойын, все. Бізге 35 не жететін сияқты бұл уже. Мына жерден құм алайық, төбеге шығуға. Бізге төбеге шығуға қажет болады. Так, жетеді деп ойлаймын сегізі. Ой, басым дәлеліп қалды. Так, мына жерді жауып басылайық немен. Так, достар, біздер мотыга жасап, мына жерге егінді еге беру керек уже. Өйткені біздерде выживать етіп жүрген кезде уже бұл өсе береді ше егініміз. Сол кезде тамақ болады. Ал қазір егіп қойсақ өзімізге жақсы. Так, мына біз сындырып аламыз да. Үйрете береді достар. Бірақ бір жағынан үйреткенде жақсы негіз. Білмейтін затың болса көріп аласың да. Так, бізге таяқша керек. И мотыга. Сразу камень түрінде жасайық та. Так, осылай. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Ол наверное уже не болып жатыр, қарайып жатыр жері. Яғни бізде тез өседі. Опа. Так, біздер осылай сындырып аламыз. Достар, маған айтпақшы, үй соғу керек қазір, өйткені түн болып қалады тез. Сол себепті ертерек соға беру қажет. Майлар сәл тексте олайық. Сындырайық. Шошқалар көп неменеге. Ема, достар, қараңыздар, мынандай қойды көрбейсіздер ма? Розовый қой. По идее бояуға болады қойларды. Қазір көрейікші достар. Мысалы мен көкке бояғым келсе, көк гүлді сындырамын. И және де бұны осылайынан көк мынандайға айналдырамыз краскіге. И қазір көресіздер, ана ақ қойға басып көреміз, бояла ма, боялмай ма. Міне, достар, көрдіңіздер ма? Көк көмбек болды, яғни болады. Енді Майнкрафт дамыған ғой. Не сындырып жүрмін. Ол деген әдемі ғой. Қойдың жүнін, яғни қалаған түсіңе бояп алуға болады да ше. Мына жерді түйіп төсеміз. Үйіп қояйық, все. Өсе берсін. Енді біздер үйіміз соғуымыз керек. Яғни біздер қазір өзімізге топор жасап алайық. Яғни ағаштарды сындырамыз. Так, топор, кәні. Анан түреген ғой топор. Қайын негізі бұлаймен өзім жасасам ыңғайлы ма әлде. Так, ана біреу. Міне саженец түсті тамыр. Не достар? Саженец түсіп жатыр. Мынандай шөптер өте көп байқасаңыздар. Так, бұларды үй соғатын жағымызға жақын қылып егейік. А то алысқа жүгіріп бармай. Так, мынадан да саженец түссе өте керемет болады. Так, сындырып түсеміз. Так, бізде сандық жасауға болады. Бәрін үйретіп жатыр. Өйткені бұл новый мир. Сол себепті түсіндіріп жатыр. Так, достар, менің уже қарным ашып жатыр, қарасаңыздар. Так, алма жеп алайық. Мына тауықтарды асыраймыз достар бізде. Тауықтарды асырайық, өйткені бізге тамақ өте көп керек болады алдағы уақытта. Так, бұл тауықтың астына қамап қойын. Бізге тағы да бір қасына екінші тауық керек негізі. Сол кезде көбейтеміз. Так, кірішіне, все, тұра берсін. Мына шошқаны, по идее, өлтіріп тастай салайыншы. Өйткені кедергісіз. Так, достар, менде сұрақ, шошқаның етін жейін ба, әлде жемей ақ қояйын ба? Міне, достар, шошқаның еті. Короче, бұны пісіріп жесе харам болмайтын шығар. Еман, достар, бізде түн болып келе жатыр. Бізге үй соғу керек тез. Так, біздер қайтып соғамыз үйді. Мына бір жерге соға салайық. Так, не, былай қазылайық кішкене. Достар, бізде түн болса, яғни ол өте қауіпті. Өйткені біздерде қазір зомбилар, яғни мобтар спам етеді. Олар тірілгеннен кейін бізге қиын болады. Так, мына ер битчап. Так, сындар құммен соға салайық достар бірінші күнге. Сол жарақ болады. Кейін алда уақытта, яғни дәуілер соғамыз деп ойлаймын.
Так, мына жерде былайынан жауап тастайын. Все, достар, шлейт дәу үй керек емес негізі. Осылай жетіп қалады, өйткені біз тез соғуымыз керек. Давай. Достар, бұл жерде бізде хардкор болғаннан кейін қайта тірілмейміз. Сол себепті біздер ойланып ойнауымыз керек. 4, все, мынаған теңесті. Мына жағынан сындырып алайық құндарды. Босай. Негізі, саған лопата істеп алу керек. Күрек жасап алайықшы. Достар, түн болды, все дала. Так, осылай. Все, күрек бар. Достар, зомбиді көріп тұрмын. Зомбиді көрдім. Сіздер көрдіңіздер ме? Қарыңыздар. Міне, суда зомби. Ендермен. Бәрі тіріліп жатыр, достар. Ал біздер тұрық, әлі үйіміз жоқ. Ой, ема-йонан қойылған жерін қараңыздар. Так, осылай. Достар, енді шлейп бірінші түннен өліп қалмайтын шығармыз. Скелет маған келе жатыр. Қаш. Нет, бұлайынан жауып қойын, достар. Есік керек емес, құрсын. Мұны қасқа екен, мұны таза, Мен таза косой болайын деппін. Так, мен кричаны жауып алсайшы, достар. Айттым ғой, мен косой болдым. Так, былай. Так, жауып тастасын. Все. Так, соңғысы міне. Үйім қараңғы болып кетті. Немереді ашып. Жап! Кетіңдер бар. Так, достар, біздер өзімізге новый верстак жасайық, енді басқа амалымыз жоқ. Так, верстакты мына бұрышқа қойайын. Так, пеш. Так, пешке біздер шошқаның етін, достар, амал жоқ жиындап жатырмын. Так, біздер мына ет жағамыз. Міне осылай. Все. Жарық болды, достар. Астары. Үсті қас қойып, астары сәт. Үйіміз кең болып тұрсын. Так, мына жер. Достар, мен ойлап ем, бірінші күннен өліп қаламыз ба деп. Бірақ өлмедік. Так, бұлайынан жауып қояйық. Енді астын по идее пол қылудың қажеті жоқ сияқты. Астын, пешім өшіп қалды. Достар, пешім өшіп қалды. Так, тамақ дайын. Достар, енді шошқаның етін жеуге болмайтынын білем, бірақ жеу керек болып тұр маған. Так, не жақсақ болады, достар, үйдің іші қараңғы болып кетті. Так, достар, мен просто отыратын секілді мына жерде. Басқа дым істемейін. Так, ет жеп алайық. Не, сәл ашып қойыңызшы, жарық болып тұрсын. Осы. Крипер кеп жарып жібермесін, достар. Не бізде зомбилар жүр. Ведьма жүр. Крипер жүр қасында. Так, біздер не істейміз, достар, өз. Так, менде сағыз бар, семена бар. Бұны еге көріп. Ойбай, достар. Шешек. Достар, біз өліп қалдық. Біз қайта тіріле алмаймыз өз, достар. Қазір мен өзімнің үйіме барып көрсетем. Ойбай, яқтайды үйім. Үйім қақтайды мен, жоғалты ол үйімді. Міне. Достар, мен өліп қалдым. Мынау ғой. Қортық өлтіріп кетті. Басына шлем киіп алған. Қарасаңыздар, достар, нерге сияды екен ғой ол. Мен нәр. Үйше қараңыздар, тура ыңғайлы қылып қойыпты да өзінде. Мая, достар, осымен осы миріміз аяқталды. Егіндерім. Достар, егер де осы видеоға көптеген лайктар жиналса, мен қайтадан, достар, хардкор мирда қайтадан түсірем. Ал енді, достар, осымен осы видео аяқталды. Видеоның лайктарыңызды басып, арнаға жазылып кетіңіздер. Ал енді, сау болыңыздар, давайте.